Бүгін менің анамның шаңырағында үлкен ағам, әкемнің орнын басқан ағамның шаңырағында үлкен қуаныш, үлкен той. Барлықтарыңыз қош келіпсіздер дейміз. Осындай той беру, осындай қуанышты күн барлығымызға шығысты болсын деймін. Бар еді әкетайым өмір деген, өмірге құштар бір жан болып келген, есімін өмір қол деп қойғанымен озып кеткен 40 жаста бұл өмірден. Небәрі 3-ақ жаста болғаннан соң әке деп айтуға да үлгермегем. Анашым, әкешімнің жоқтығыны біздерге ешқашанда білдірмеген. Тербетіп бір қолымен дүниені, бір қолымен бесігін әлдейлеген. Оқытып 4 перзентін университетте жоғары білімді ғып тәрбиелеген. Оқыған соң өзі де университетте балаларым да өзіндей болсын деген. Қалам түртіп нан тауып жейді ғой деп қиналса да жоғары білім берген. Кешіріп перзентінің әр қатесін, Алладан үмітін еш үзбеген. Күйеуден ерте жесір қалғанымен ешқашанда харамға көз сүзбеген. Балаларына жегізем деп халалнан бар өмірін мектеп үшін арнаған. Анашымның жылдар бойы жасаған ерліктері, шүкір Алла, еш елеусіз қалмаған. Төс белгімен марапаттап 2 рет билік өзі құттықтады арнайы. Шәкірттері бір-бірінен мықты боп, барлығының қазір күшті жағдайы. Жалғыз өзі әке де ана да боп, балаларының бақтын ғана көздеген. Анашымның жасаған ерліктерін жеткізіп бере алмаймын бір сөзбенен. Міне осындай көпті көріп, көпті білген, теңдесі жоқ анам бар, рахат деген. Өмірге әйел болып келгенімен, ерлік оның кем емес, ешбір ерден. Бекзат ағам да ерте сейіп, ер жетіп, анамыздың жалау болды жанына. Бас көз шаруаның қолға алып барлығын бас көз болды. Бауырларына, малына, арқасында анам менен ағамның уайым қайғы не екенін білмедік. Балалықтың бал күніне мас болып, әкесі жоқ, жетім болып көрмедік. Әкем жоғын сезінгенім жоқ әлі, барлығымыз білім алдық жоғары. Бейнеттерінің кетпегеніне далаға куә бопта жүрген шығара бәрі. Шынымды айтсам, тек бір қыз боп өскенім түсіретін кей кездері көңілімді. Гүлназ жеңгем келін болып түскеннен түбегейлі өзгертірді өмірімді. Өз әпкемдей қамқор болып сырласып, әрқашанда табылатын қасымнан. Бәрімізді сіз деп сыйлап, құрметтеп, жүрген жерде жақсымызды асырған. Осындай қыз тәрбиелеп, өсіріп, жүрегінен жұлып берген біздерге ақ сүтіңіз мәңгі ақталып, құдағи, Алла разы болсын әркез сіздерге. Осы орайда өзімнің жолдасымды кішкене тілге тиек етпекшімін. Әйеліні қолдайтын нағыз еркек тек менде деп мақтанып кетпекшімін. Күйеу бала деген атым бар ғой деп алып келді бүгін де сый кәдесін. Қайт жұртымды өз жұртымдай көрем деп орындап жүр берген барлық уәдесін. Ал ендеше рұқсат болса кәдені қошеметтеп иесіне берейік. Ағайындар, қарап тұрмай бәріміз қолды соғып, қане қолдап жіберейік. Бағанағы өлең айтқан Мақпырат Құдағидың келіні ғой. Анау келін қайненен топырағынан деген осы ғой міне, рахмет. Өзі ақын, өзі жазушы, керемет айтқан сөздің бәрін өз жазған.
кітап шығарған осындай ару қыздарыңызға бір қошеметтеп қойсаңыздар. Тұра тұрыңыз. Бірінші Бекзат пен Гүлназның атынан осы қызға арнайы алтын жүзікті тағайық қанекей. Шерзат күйеу-балаға құтты болсын. Киіп көрмейсіз ба? Базарда киіп көрдіңіз ба? Алтын жүзік, рахмет, бәрекелді. Шымкенттен келіп отыр ғой тойға, Шымкенттен. Құтты болсын. Енді алтын тағатындар, тағы басы бірінші.